Сәлем балалар, lesson 5, page 12, pupils book. 5-ші сабақ, 12-ші бет pupils book'тың. Exercise 1, complete, then listen and check. Толықтырамыз және тыңдап тексереді екенбіз. Бұл жерде бізде апта күндері берілген, соларды бос орындарды толтырып шығуымыз керек. Monday бұл бізде дүйсенбі, Tuesday бұл бізде сейсенбі, Wednesday бұл бізде сәрсенбі, ал бейсенбі бізде Thursday болады екен. Friday бұл бізде жұма, үшінші болады. Saturday бұл бізде сенбі және жексенбі бізде Sunday болады екен. Келесі екінші жаттығу. Match, then listen, point and repeat. Сәйкестендіреміз, одан кейін тыңдаймыз, көрсетеміз және қайталаймыз. First, бірінші деген сөз. Second, бұл екінші деген сөз. Third, бұл бізде үшінші деген сөз. Одан кейін бізде fifth бар екен. Fifth, бұл бізде бесінші деген сөз. Одан кейін бізде ninth бар екен. Бұл бізде тоғызыншы деген сөз. 12 деген бар екен, бұл бізде 12 деген сөз. 21st 21-ші, 30-шы 30th екен. Яғни 1, 2, 3 басқаша, одан кейін 4th, 5th, th қосылып кете береді. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 деп қосылып өзгеріп кете береді екен. Келесі үшінші жаттығу. Look at exercise 1. Again, read and write the dates. Енді бірінші жаттығуға жаттығуда таблицаға қарап, даталарды жазамыз. Мысалы, 3rd, үші. Яғни, Wednesday, the 3rd of September. Үшінші сентябрь, бұл бізде среда. Яғни, сейсенбі екен. Сол бойынша берілген сандарды осы даталарға қарап, аптаның қай күні екен жазамыз. 5th, бұл бізде Friday, the 5th of September. 9th, Tuesday, the 9th of September. 14th, Sunday, the 14th of September. 20th, бұл бізде Saturday, the 20th of September. 22nd, Monday, the 22nd of September. Мына жерде біріне қате кеткен, мына TH болмауы керек. Мына екі әріп қате жазып жерпін. Осымен бұл бетінде тапсырмалар аяқтады. Достар, комментарийді қолдау білдіріп кетеміз. Каналға сау болыңыздар.